Сәлем балалар, келіңдер. Бірге ертегі тыңдайық. Бүгін біз айлакер түлкі аңқау қасқырды қалай алдап кеткені туралы ертегі тыңдаймыз. Ертегі басталмас бұрын арнамызды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңдар достар. Күндердің бір күнінде қатты аяз суық күндерде суықта жаураған аш қасқыр келеді. Қап, мына күннің суығын-ай, осындайда азықтың да жоқтығын қарашы, қарным сондай аш. Қарны қатты ашып, ішектері ғұрылдай бастайды. Қатты ашты, бұлай құр отырмай азық іздейін. Мына балықтың дәмдісі қандай? Балықты құмарлана жеп отырғанын қасқыр көріп көзі жайнап кетеді. Түлкі, өтінен бір ғана балық берші, қарның қатты ашып тұр. Балық дейсің бе? Саған балықты қалай аулау керегін үйретейін. Өзің көп балық аулап жей аласың. Өзендегі ойыққа құйрығыңды салып отырсаң, көп балық келіп түседі. Түлкі, досым айтқандай, өзенге құйрық салайын, көп балық аулап алайын деп қасқыр құйрығын өзендегі ойыққа салып армандап кетеді. Қасқыр ұзақ отырғаны сонша, кеш түсіп суық күшейіп, мұздар сықырлай бастайды. Қасқыр өз-өзін сабырға шақырып, құйрығын ойықтағы судан шығармай, суыққа тоңып отыра береді. Мына судың салқынай қатты тоңып кеттім, мейлі шыдайын, көп балықтар келе жатқан шығар деп қасқыр суыққа төзіп отырды. Құйрығын шығармай отыр. Қанша суық болса да, балыққа көмілемін, қазір қарным. Қасқыр құйрығының қатты тоңғанынан артына қараса, құйрығы мұз болып қатып қалыпты. Қап, бәлем, енді қайттым деп қатты ашуланып кетеді. Қасқыр қатты ашуланып құйрығын тартқылай бергенде, құйрығы үзіліп кетеді. Қап, мына қу түлкінің айласы екен ғой. деп қасқыр көңіл күйе түсіп, ешкімге сенбеу қажет екенін түсініп кетіп қалады. Мінекей балалар, ертегі осымен тәмам. Ертегі ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп кет балақай. Алда жаңа ертегілер, көңілді мультфильмдер сендерді күтеді.